Сәлеметсіздер ме оқушылар? Мен есім Рахметуллаев Айтымбет. Мен осы республикалық Қазбұлан орталық математика пәнінің мұғалімімін. Бүгін біз сіздермен мәтінді есептер теңдеу құру арқылы шығару деген тақырып өтеміз. Бұл тақырып жаңағы нызем және бил тақырып несіне түсушілерге арналған. Одан да бөлек мәтінді есептер жалпы мәтінді есептер қандай мәтін есептер келсе, соның барлығын теңдеу құру арқылы шығарамыз бүгінгі тақырыпта. Одан да басқа жолдар бар. Негізінен теңдеу құрып шығару ең негізгі жол деп айтуға болады. Сол жолды бүгін біз үйренеміз. Келесі жол біз мына жерде мынандай есеп беріліпті оқушылар. Мысалға, бірінші есепті айтады. Ұлы қызы және шешесі үшеуі бірігіп бірнеше теңге жұмсаған дейді. Ұлы мен шешесі 320 теңге, ұлы мен қызы 250 теңге, ал қызы мен шешесі 200 теңге жұмсаған. Барлығы қанша теңге жұмсаған дейді. Осылар енді теңдеу құрып шығару деген сөз. Жалпы сіздер теңдеулерді білесіздер, сызықтық теңдеулерді білесіз, және сызықтық теңдеулер жүйелерін білесіздер. Жүйе теңдеу құрып шығару, біз теңдеу құрып шығарамыз, немесе сызықтық теңдеулер жүйелерін құрамыз. Міндетті түрде ол ана есептің күрделілігіне байланысты. Егер оңай есеп болса, онда теңдеу құрамыз. Ал күрделілеу болса, онда теңдеулер жүйелерін құрамыз. Теңдеуді қалай құрамыз? Ол үшін біз белгісіз айнымалыны x деп, осы есептің сұрағында берілген белгісіз айнымалыны x деп немесе басқаша әріптермен белгілеп аламыз, теңдеу құрамыз. Ол келесідей. Мысалға мына есепті айтады. Ұлы және қызы және шешесі үшеуі бірігіп бірнеше теңге жұмсаған дейді. Ұлы мен шешесі 320 теңге дейді. Ұлы мен шешесі 320 теңге. Яғни ұлы мен шешесі. Ұлы плюс шешесі, О плюс Ш тең қанша дейді? 320 теңге дейді. Ал ұлы мен қызы 250 теңге дейді. Ұлы мен қызы 250 теңге дейді. Міне 250 теңге. Ал қызы мен шешесі 200 теңге дейді. Қызы плюс шешесі тең 200 теңге жұмсаған дейді. Барлығы қанша теңге жұмсаған дейді. Оқушылар, міндетті түрде шарт емес теңдеуде x болу керек деген. Әріпте белгілеуде тұрған ештеңе жоқ. Ол x болсын, ол y болсын, ол o болсын, ш болсын, q болсын. Бізге мен не үшін О, Қ деген әріптермен белгіледім? Өйткені ұлы қызы тез жаңағы түсінікті болсын дедім. Түсінікті, маған есеп шығару оңай болсын дедім. Мысалға мен қазір ұлын X деп, қыз шешесін Y деп, қызын Z деп әрбір белгілейтін болсам, онда ол деген Z деген қайсы еді ол деп іздеп отырамыз. Сондықтан мен түсінікті болу үшін бірден бас әріптермен белгілеп кеттім. Міне осылай істеген оңай болады есеп шығарғанда. Ол белгілеуде тұрған ештеңе жоқ. Қандай әріппен белгілесек те өз еркіміз. Бастысы есептің сұрағына жауап бере алсақ болды. Бізден сұрайды, барлығы қанша теңге жұмсаған дейді. Міне, теңдеу құрып шығару деген осы. Мен бірінші есепті теңдеулер жүйелері құрып шығарып жатырмын. Жақсы оқушылар, түсінікті ғой мынау қалай құрылғаны. Тағы да айтамын, міне. Ұлы мен шешесі 320 теңге. Ұлы қосылған шешесі тең 320 теңге. Ұлы мен қызы 250 теңге. О қосу Қ тең 250. Қызы мен шешесі 200 теңге. Қ плюс Ш тең 200. Міне. Кәдімгі есептегі айтылған нәрсені мен тек теңдеу қылып жаздым, болды. Сол ғана ерекшелігі. Теңдеулер жүйеге алам. Маған осы жерден барлығы, яғни барлығы деген сөз О қосу Ш қосу Қ. Үшеуінің қосындысын сұрап тұр. Мына О деген не ол? Ұлының жұмсаған ақшасының саны мынау. Мынау бір сан О деген. Ұлының жұмсаған ақшасының көлемі. Ол бір сан. Ш да бір сан, Қ да бір сан. Үшеуін қоссақ, барлығы үшеуінің қанша теңге жұмсағаны шығады. Түсінікті ғой? Жақсы, түсінікті болса. Сонымен енді оқушылар, бұндай теңдеулер жүйесінде көп жағдайда үшеуінің қосындысын тап десе, онда үш теңдеуді бір-біріне қосып жіберу керек. Мен мына теңдеулерді бір-біріне қосқан кезде теңдеулердің сол жақтары мен сол жақтары қосылады, оң жақтары мен оң жақтары қосылады. Естеріңізде болсын. Мен мына үш теңдеуді қосатын болсам, олар екеуі ұқсас мүшелерді біріктіреміз.
2о плюс шыларда екеу, 2ш плюс қыларда екеу, 2қ тең. Мына үшеуін қосып жіберейік. Так, мына екеуі 450 болады, 450, 750, 770 болады екен. 770 болады екен үшеуінің қосындысы. Енді бізге міне О қосу Ш қосу Қ керек. Бірақ бізде мына жақта барлығының алдында 2 тұр. Мына 770 2 бөлінеді. Барлығы 2 бөлінетін болғандықтан мен теңдіктің екі жағын 2-ге бөліп жіберемін. 2-ге бөліп жіберсем, менде сонда мына 2-ге бөлу деген сөз теңдіктің екі жағын. Мына теңдіктің бойында тұрған барлық теңдеудің мүшелерін 2-ге бөлеміз. Мынаны да бөлем, мынаны да бөлем, мынаны да 770. Барлығын бөлім керек осы картада тұрған қосылғыштардың. 2-ны 2-ге бөлсем, О болады, қосу. 2-шыны 2-ге бөлсем, Ш болады. Не үшін? 2Ш бөлінген 2, мына 2-лер қысқарып кетеді да Ш қалады тек. Міне сондықтан Ш жаздым. О да сондай. 2-ны 2-ге бөлсем, Қ қалады. Тең 770-ті 2-ге бөлсем, 350, 35, 385 болады екен. Міне бізде үшеуінің қосындысын сұраған еді. Үшеуінің қосындысы 385 болады екен. Ол бізде қай жауап? Ол бізде В жауап болады екен. Міне, теңдеу құру арқылы шығару деген осы оқушылар. Түсінікті ғой, иә? Жақсы, түсінікті болса келесі есепке көшейік. Келесі есеп, екінші есеп міне астында тұр. Келесі есепте не дейді? Торғайлар ұшып келіп, ағаш бұтағына қонды дейді. Бұтақ басына бір торғайдан қонса, бір торғай орынсыз қалады дейді. Ал бір бұтаққа 2 торғайдан қонса, онда бір бұтақ артық қалады дейді. Сонда торғай нешеу, бұтақ нешеу дейді. Оқушылар енді жалпы есеп шығарған кезде негізінен теңдеу құрып шығаруымыз керек. Бірақ кей жағдайларда есептің оңай жолы жауабын пайдаланып шығару. Жауабын пайдаланып шығарсаңыздар оңай болады есеп шығару. Сондықтан есепті шығармастан бұрын лажы болса есепті оңай жолмен жүру керек. Теңдеу құрып шығару керек екен деп барлық ана тестте де теңдеу құрып шығарып отырып уақыттарыңыз кетіп қалмасын. Теңдеу құруда ол бір тәсіл, жақсы әдемі тәсіл, бірақ кей жағдайларда жауабын пайдаланған тиімді болады. Мына есепті біз жауабын пайдаланып шығарайықшы. Не дейді? Торғайлар ұшып келіп бұтақ қонды, бір бұтақ басына бір торғайдан қонса, онда бір торғай орынсыз қалады дейді. Мысалға жауабында бізде 7 бұтақ. Бір бұтақ басына бір торғайдан қонса дейді. Бізде торғай 8. 7 бұтаққа торғайдың 7-еуі қонады әрқайсысына біреуден. Сонда бір торғай орынсыз қалып тұр. Міне, орындалып тұр бірінші шарт, есептің шарты. Ал екіншісінде ал бір бұтаққа 2 торғайдан қонса, бір бұтақ артық қалады дейді. Бір бұтаққа 2 торғайдан қонса, мына 7-ні 2-ге бөлсек 14 торғай болады. Бізде неше торғай артық қалады дейді. Бір бұтақ артық қалады дейді. Бізде мына жерде 8 торғайымыз, 2-ден қонса ол 4 бұтаққа ғана қонады. Ар жағында бізде 7 бұтақ, сонда ар жағында 3 бұтақ артық қалады. Ал мына жерде 1 бұтақ артық қалады деп тұр. Яғни А жауабы бола алмайды екен. Түсінікті ғой? Келесі В жауабы. В жауабын көрейік. Бұтаққа біреуден қонса дұрыс. Торғайдан 2 бұтаққа 2 қонады, біреу артық қалады. Ал бұтаққа 2-ден қонса, онда мына жерде бір бұтаққа 2 қонады, екінші бұтаққа біреу. Бізде бір бұтақ артық қалады дейді. Ошын бұтақ артық қалмайды. Өйткені бір бұтаққа 2 қонады, екінші бұтаққа біреу қонады, яғни артық қалмайды бұтақ. Сондықтан В жауабы да бола алмайды екен. Келесі. Енді Д жауабы бола алмайды оқушылар. Өйткені не дейді Д жауабында? Бір бұтақ басына бір торғайдан қонса, бір торғай орынсыз қалады дейді. Мына жаққа бір бұтақ артық қалып қояды мына жерде. Торғайдың бәрі қонады да бір бұтақ артық қалады. Бізде торғайлардың саны бұтақтардан көп болу керек. Д жауабы да бола алмайды. Келесі. С жауабы. Міне біреуден қонса, 4 торғайдың 3-еуі қонады бұтаққа, 3 бұтаққа. Біреу артық қалады. Міне бірінші шартты қанағаттандырады, бір торғай орынсыз қалады. Ал бір бұтаққа 2 торғайдан қонса, бір бұтақ артық қалады дейді. Мына жаққа 2 бұтақтан қонса, мынаған 3 бұтаққа 2-ден қонса 6 болады.
Так, мына бір бұтақ артық қалса, екі бұтақ болады. Екі бұтаққа екеуден 4 торғай қонса, міне бір бұтақ артық қалады екен. Міне С жауабы 2 шартты қанағаттанып тұр. Сонда есептің жауабы С болады екен. Түсінікті ғой, оқушылар? Келесі есептерді теңдеуге құрып шығарамыз енді. Мына екінші есепті біз жауап арқылы таптық. Теңдеуге құрып шығарса да болады. Келесі. Үшінші есеп. Үшінші есепте таразы басында 3 қарбыз, 1 ас қабақтың салмағы 12 қауын. Бұны енді теңдеуге құрып шығарайық. Өйткені теңдеуге құрып шығарған тиімдірек болады бұда. 3 қарбыз, міне қарбызды Q деп белгіледім. 1 ас қабақтың салмағы. 3 қарбыз, 1 ас қабақ плюс 1 ас қабақты А дейм, 12 қауын дейді. Енді қарбыз бен қауынның екеуінің де бірінші әрпі Q болғандықтан, мен қауынды 12 бүйтіп ажыратып білу үшін қау деп қоя салайын. Қау деген қауын. 1 ас қабақтың салмағы 1 қарбыз бен 1 ас қабақтың салмағы 1 қарбыз бен 8 қауын дейді. 1 Q плюс 8 қауын. Қау деймін міне. Салмағына тең болып, 1 ас қабақ неше қауынмен теңеседі дейді. Бізден сұрап тұр, міне мынандай теңдеулер жиі шықты. 1 ас қабақ неше қауынмен дейді. Сұрақ қауын міне. Бұндай есептерді қалай шығарамыз? Оқушылар, бұндай есептерді естеріңізде болсын. Бұндай есептерді бұлай шығарасыздар. Мына жерде байқаусаңыздар, міне менде бір теңдеу шығып тұр. Есептің сұрағында теңдеу шығып тұр. Осы жерде ас қабақ пен тек қауын ғана бар құрамында. Ал бізде мына жақта артық нәрсе не ол? Қарбыз. Яғни мен тек ас қабақ пен қауыннан тұратын теңдеу құруым керек. Сол жерден ас қабақты табуым керек деген сөз. Тек құрамында ас қабақ пен қауыннан тұратын теңдеу құруым керек. Мына жерде қарбыздан құтылу керек ол үшін. Мен не істеймін? Екінші теңдеуден қарбыз тауып, мына қарбыздың орнына қояйын. Сонда мен екінші мына жерде бірді жазбай қойса болады негізі оқушылар. Яғни бірді жазбай не қылатын болсам, А тең болады Q қосылған 8 қауын болады. Міне. Осы жерден қарбыз тапсам, қарбыз тең ас қабақ минус 8 қауын болады. Міне. Міне Q-ны таптым мен. Осы тапқан Q-ны апарып, мына Q-ның орнына қойсам, менде тек ас қабақ пен қауыннан тұратын теңдеу шығады. Қой жүрейік. Яғни 3, мына арасында көбейту бар ғой. Міне көбейту қойдым. Қарбыздың орнына мынаны жазам. А минус 8 қауынды жазам. Тең, тең емес. Плюс 1 ас қабақ бар ғой бізде. Плюс, мына жерге плюс 1 ас қабақ. Мына бірді жазбай қойса болады негізі. 12 қауын. Міне 12 қауын. Міне ас қабақ қауын. Тек қана ас қабақ пен қауыннан тұратын менде теңдеу шықты. Осы жерден ас қабақты табуым керек. Ас қабақ мына жерде мысалға 10 қауын деген сияқты сұрақ қойсын, онда бір сан тұрады. Мына жерде бір 15 қауын деген сияқты бірдеңе қауын тұрады, бірнеше қауын тұрады. Сол бізге сұрақ қойсын, ондағы сан есептің жауабы болады. Ол үшін бірінші жақшыларды санамыз. 3-ға көбейтсек 3А болады, минус 3-8-ге көбейтсек 24 қауын болады. Плюс ас қабақ тең 12 қауын. Мен енді не істеймін? Ас қабақтарды бір жаққа, қауынды мына жаққа өткізейін. 3 қауынға 1 қауынды қоссам 4 қауын, 4 ас қабақ. Міне 3 ас қабаққа 1 ас қабақты қостым, 4 ас қабақ. Мына жаққа қосылады 24-ке. Тең 36 болады. 12-ге 24. Екеуі де қауын болғандықтан қосалам. 36 қауын болады. Міне. Осы жерде мына көбейтіліп тұрған 4-ті, мына теңдіктің екі жағын 4-ке бөліп жіберсе, мына 4-тен құтылу үшін. А тең болады 9 қауын. Міне 1 ас қабақ, мына жерде 1 бар ғой, бір жазбай қойса да болады. 1 ас қабақ, мына жақта сұрақ қауын еді, сұрақтың орнында 9 тұр міне. 9 қауын. Есептің жауабы 9 болады екен. Ол бізде В жауабы. Түсінікті ғой оқушылар, қалай шығарылған есептің? Міне, теңдеу мәтін есептер теңдеу құру арқылы шығару деген осы міне. Осылай шығарасыздар. Жақсы. Келесі есепке тоқталайық. Жақсы, келесі есеп оқушылар. Келесі есеп былай берді. Бану, Алуа, Мақпал және Нұрсаяның 3-тен бірге өлшенген салмақтар кестеде берілген дейді.
мәліметтерді пайдаланып дұрыс емес тұжырымды тап дейді. Дұрыс емес тұжырымды тап дейді. Так, Бану мен Нұрсаяның салмағы 70 кг, Нұрсаяның салмағы Алуадан 5 кг артық. Мына жерде оқушылар мына жерден дұрыс емесін табу үшін маған мына әрқайсысының салмағын табу керек, әрқайсысының жеке-жеке. Алуа қанша килограмм, Мақпал қанша килограмм, Нұрсая қанша килограмм деген сияқты. Ол үшін мен тағы да теңдеу құруым қажет. Жақсы, теңдеуді қалай құрамыз? Бізде айтады, Алуа, Мақпал, Нұрсая үшеуі 120 килограмм дейді. Яғни Алуаны А дейік, Мақпалды М дейік, Нұрсаяны Н дейік, тең 120 килограмм. Ал Бану Б қосу М қосу Н 110. Б қосу М қосу Н тең 110. Міне 110. Бану, Мақпал, Нұрсая. Бану, Алуа, Нұрсая. Бану, Алуа, Нұрсая. Бану, Алуа, Нұрсая үшеуі 115 дейді. 115. Бану, Алуа, Мақпал. Бану, Алуа, Мақпал келесі. Міне. Ол 105 килограмм дейді. Бізде оқушылар байқап отырсаңыздар, 4 теңдеуден тұратын, 4 айнымалдан тұратын үлкен теңдеулер жүйесі шықты міне. Теңдеулер жүйесі. Осы теңдеулер жүйесінен бізге әрқайсысын табу керек. А-ны табу керек, М-ны, Н-ны, Б-ны. Мына 4 Алуа, Мақпал, Нұрсая, Бану төртеуінің салмағын табуымыз керек, массасын табуымыз керек. Оқушылар, бұндай жағдайда не істейсіздер? Бұндай жағдайда бірінші төртеуінің салмағын тауып алу керек. А қосу Н, қосу Б, қосу М. Осының төртеуін тауып алсам, сосын ары қарай жеке-жеке табу оңай болады. Оның қазір айтам, қалай табатын. Бірінші төртеуін табу үшін не істейміз? Қосамыз теңдеулерді. Сол кезде міне, А-дан бізде үшеуі бар. 3А қосылған. Так, Н-дан нешеу? Н-дан да үшеу. Әрқайсынан үшеу. 3Н қосылған. Б-дан да үшеу. 3Б қосылған. М-дан да үшеу. 3М тең. Мынау қанша? 230. Мына төртеуін қосып жібереміз. Мына екеуі 220, 330, 450 екен. 450. Барлығының алдындағы сандар 3-ке бөлінетін болғандықтан, 450 де 3-ке бөлінеді. Барлығын 3-ке бөліп жіберейін. Сонда А қалады, плюс Н қалады, плюс Б қалады, плюс М қалады, 150 екен. 4-еуінің салмағының қосындысы 150 екен. Енді оқушылар, бұл жерде бір әдемі шығару жолы бар. Қалай қыламыз? Мысалға, мына жерде кім жоқ? Бану жоқ. Банудан басқа 3 қыздың салмағы 120 кг. Онда мен төртеуінің салмағы 150-ден 120-ны азайтып тастасам, кімнің салмағы шығады? Мына жерде Бану жоқ қой, Банудан басқа қыздікін азайтып тастадым. Онда Бану қалмай ма? Сонда Банудың салмағы бізде қанша болады екен? Азайту оқушылар. 150 міне азайту. 150-ден 120-ны азайттым міне. 150-ден 30 кг. Банудың салмағы 30 кг екен. 150-ден азайтамын, мына үшеу. Мына жерде кім жоқ? Алуа жоқ. 150-ден 110-ды азайтсам, Алуаның салмағы шығады. 40 екен, 40 кг екен Алуаның салмағы. 150-ден 115-ті азайтсам, кімдік шығады? 35. Бұл жерде кім жоқ? Мақпал. Мақпал мынау. Бізде Бану 30 деген, 40 деген Алуа. Мына жерде Мақпал. Мақпалдікі 35 болады екен. 150-ден 115 айтсам 35 болады. Мынау 5 оқушылар. 35. Келесі 150-ден 105-ті азайтсам, ол кім? Мына жерде кім жоқ? Нұрсая. Нұрсаянікі 45 екен. Нұрсая, міне, Нұрсаянікі 45 екен. Әрқайсысын жеке-жеке таптым. Енді жауаптарын қарасақ болады. Мысалға жауабын айтады. Бану мен Нұрсаяның салмағы 70 кг дейді. Бану мен Нұрсая, Бану 30, Нұрсая 45. 30-ға 45 болса 75 болып кетеді. Бізге дұрыс емес тұжырымды табыңдар. Міне, бірден шықты. А жауап дұрыс емес екен. 70 емес, 45-ке 30-ды қоссақ 75 болып кетеді. Мына жақта 70 деп қате айтып тұр. Сол бізге қатесін тап деп тұр. Міне, дұрыс емесін тап деп тұр. Яғни дұрыс жауап А варианты болады екен.
түсінікті ғой оқушылар, міне теңдеу құрып шығару деген осы. Болды. Осылай жалпы шығару керек теңдеу құрып. Бұған артық бір ештеңе жоқ. Ерекше ештеңе жоқ. Әріппен белгілеп аламыз, теңдеу құрамыз, немесе теңдеулер жүйесін құрамыз. Жақсы. Сонымен оқушылар, бүгін біз мәтін есептер теңдеу құру шығаруды үйрендік. Жалпы кез келген есеп болса, осы сияқты теңдеулер жүйесін немесе теңдеу құрып шығара беруге болады. Сәл ары қарай логикамызды іске салу керек болады. Бұл тақырыпты жақсылап түсіну үшін осы сияқты есептерді көбірек шығару керек. Сіздерге жалпы барлығы түсінікті болды деп ойлаймын. Жақсы, онда сау болыңыздар.